Омар аға, Абайдың өлеңдерінде ата-ананың қызы деген түсінік бар. Сол туралы айта кетсеңіз. Жалпы мынау ата-ананың қызы деген түсінік бұл қазақ руханиятындағы бір өте бір фундаменталды, кіндікті түсініктер. Бірақ өкінішке қарай қазір бұл түсінік ұмытылды. Ата-ананың қызы дегенді біз ұмытып қалдық. Абай бізді есімге салып отыр. Сонда ата-ананың қызы деген түсінікке тоқтала кетсек, оның анықтамасы Абай өлеңдерінде, жігіттер ойын арзан күл қымбаттың өлеңінде Абай былай дейді: жасаулы деп, малды деп байдан алма, кедей қыз арзан деп құмарланба, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді. Сонда ата-ананың қызы дегенде Абай бұл жерде таңдау мәселесі көтеріліп отыр. Қазіргі кезде жар таңдау мәселесі өте актуалды мәселе. Сонда қандай жар таңдау керек дегенде Абай жігіттерге айтып отыр. Ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді. Ал енді ата-ананың қызы қандай болу керек дегенде Абай айтып отыр. Ата-ананың қызының критерияларын, оның сипаттарын, ол ары бар, ақылы бар, ұяты бар дейді. Міне үш сипат айтып отыр Абай. Ар, ұят, ақыл. Жалпы осы қазіргі таңда ата-ананың қызы бар ма? Әлбетте, қазіргі кезде кез келген отбасында бала ата-анаға қарап өседі. Қазақ айтады жаңағыдай, әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Бұл жерде мынау ата деген ұғым өзі қазақта бұл эталон деген сөз. Тәрбиенің эталоны. Сонда қазақ айтады, ата көрген оқ жонар дейді. Шеше көрген том пішер дейді. Сонда бұл жердегі қазақтағы ең жаман сөгіс сөз өй көргенсіз деген сөз. Көргенсіз деген не? Ол жерде ата-ананың тәрбиесін көрмеген адам туралы айтып отыр. Сонда ата-ананың қызы дегеніміз жаңа ата көрген, ана көрген, солардың тәрбиесін алған, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген болашақ лайықты жар болатын қыздың сипатын Абай бізге ұсынып отыр. Бізге бұлшқан кезде кеңес беріп отыр. Қандай жар таңдау керек екен жігіттерге? Бірақ қазіргі өмірлік практикада көреміз. Мынандай ата-анадан мынандай жақсы қыз қайдан шықты деген сияқты сөздер бар. Бұл қайдан келген? Бұл енді қазақтың өзінің философиясында Бұхар жырау айтады ғой, таудан аққан тас бұлақ тасса құяр теңізге, қанша малды болса да бай қуанар егізге. Жақсыдан жаман туса, жаманнан жақсы туса, тартпай қоймас негізге дейді. Сонда қазақта өзі болады. Жақсыдан жаман туар бір аяқ асқа алғысыз, жаманнан жақсы туар адам айтса нанғысыз дейді. Яғни кейде болады ондай шетін жағдайлар болады, қазақ мәдениетінде болып тұр. Бірақ қалай болғанда да бәрібір ол сол негізіне тартып кетеді екен. Яғни оның негізі шешесіне, қыз мысалы, қазақ айтады, аяғын көріп асын жеш, шешесін көріп қызын ал дейді. Ол бәрібір шешесіне тартады. Ол қанша жақсы болып тұрсын, Бұхар жырау дәл айтып отыр. Бұхар жырау айтқанынан қайтпайды, қайтарылмайтын ой айтып отыр. Яғни тартпай қоймас негізге дейді. Сондан сол негіз мықты болу керек. Ал негіз оны қазақта тек деп айтады. Сондықтан қазақ руханиятында осы көріп алған көріктіден дейді, көрмей алған текті артық деп кәдімгідей айтып отыр да, аванспен айтып отыр. Яғни сендіріп айтып отыр. Өйткені негізі жақсы адам ешқашанда жаманшылыққа бармайды деп отыр. Ал бірақ мысалы қазір жас жігіттер осы ата-ананың қызын қалай таниды? Енді ата-ананың қызын тану үшін ол бас көзімен қарау жеткіліксіз. Өйткені көбіне қазір жас жігіттер бас көзімен қарайды. Неге? Өйткені жас жігіттерде нәпсісі қайнап тұр. Қан ыстық, дем ыстық. Сонда ол еріксіз. Олар ерікті емес, олар еріксіз. Еріксіз, мысалы, мынау нәпсі адамды еріксіз айдайды. Ол еркіне қоймайды. Бас көзімен. Сонда жас жігіттерден жаңағыдай бас көзімен қарама деп айтуға біртүрлі ыңғайсыз. Өйткені ол жас, өйткені жас адам мас болады. Сондан ол ата-ананың қызын таңдау үшін эксперттер керек. Эксперттер, яғни не? Кешегі айтқан әңгімемізде де айттық, ол өз нәпсін тия білген, бас көзімен емес, жүрек көзімен, ақыл көзімен қарайтын адамдар керек. Сол адамдардың несіне жүгіну керек, көмегіне. Сондан Шәкәрім атамыз айтады ғой, неде ақиқатты дәл көруге жан көретін көз керек. Бас көзімен сандалуға бізге рұқсат жоқ шырақ дейді.
Сонда шәкәрім үнемі өлеңдерінде айтады өзі. Бастағы көз, құлақ бәрі алдайды дейді. Қазіргі кездегі көп адамдар осы жар таңдауда алданысқа түседі. Ол алданыс, ол нәпсі, Асанға айтады, нәпсі алдаушы дұшпаның дейді. Сол нәпсі алдаушы дұшпанның алдауына түсіп отыр. Соның алдауына түсірмей алып шығатын бұрынғы біздің осы ата-ананың қызын таңдап беретін эксперттер, яғни сарапшылар, білгірлер болған. Ол жаңағы ауыл ақсақалы болуы мүмкін, ол сенің мүмкін өзіңнің әкең болуы мүмкін. Міне осындай мәселелер. Эксперттер деп жатсыз. Ол эксперттер, олар кімдер? Олар зергерлер. Мысалы қазақта бір мақал бар, зер қадірін зергер білер, ер қадірін ерлер дейді. Сонда мысалы зер деген алтын ғой енді. Сол алтынның пробасын анықтайтын зергерлер бар, мамандарда. Сол сияқты ер қадірін ерлер дегенде бұл жерде ер мәселесі біз кейін тағы тоқталамыз өзіміздің бағдарламамызда. Ер деген сол мынау ар, ақыл, ұят бар, бұл қазақ рух. Әйел затының бойындағы рухты қазақ ер деген. Сол ерді танитын эксперттер керек. Оны тану үшін сен өзің ер болуың керек. Сонда жаңағы қазақ өзі рухы мықты әйел затын ер мінезді дейді. Яғни не? Рухы күшті дейді. Абай өзі жасауыл деп айтады. Қазіргі жас жігіттер бай қызға үйленгісі келеді. Бұның соңы неге апарады? Бұның соңы өкінішке апарады. Трагедияға апарады. Неге? Өйткені Жүсіп Баласағұн өзінің құтты білігінде айтады ғой. Ей, ер жігіт бай әйелден үміткер. Құлы болып қалма оның сүйіктер. Бай әйел пейілімен ақ қорлайды, байым емес мүлкім деп қарайды дейді. Сондан сол байлық аңсаған, сол байлық үшін үйленген жігіттер, ол қандай айтады ғой, ниетіне қарай берем дейді Алла тағала. Сол ниеті дұрыс болмағаннан кейін, ол өмірден соққы жеп, кейіннен ажырасып жатады. Өйткені бай әйел, ол жаңағы Жүсіп Баласағұн айтып отқандай, оны бай емес мүлкім деп қарайды дейді. Оны мүлк ретінде ұстайды. Сондан қазақта бір сөз бар, жаңа бай қайын жұртына иек сүйеп, арқа сүйеп соған үйленген жігіттер туралы қазақ айтады, қайындағы күйеуден қарғып алу тазартық дейді. Немесе жаңағы қайынға сүйенгеннің төбесі тесік дейді. Міне сондықтан қазақ мәдениеті ескертіп отыр. Ер жігіт өзіне сену керек. Абай айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылы жақтап деп. Байлық ол екі үйлескен жұптың өздерінің жасайтын нәрсесі. Және ол қызық болады, және ол тәтті болады. Кез келген жаңағыдай аспаннан тегін келген нәрсенің қадірі болмайды. Сондан бұл жердегі ең басты мәселе мына екі ер, яғни рухани деңгейлес адамдардың үйлесуі. Ал жаңағы сыртқы мәселелер, байлық, атақ, оның бәрі өзінен өз ретімен ол келеді деп Абай бізді ескертіп отыр. Сондан жар таңдаған кезде, ата-ананың қыз деген кезде рухани тәрбие алған, рухы мықты, яғни ер қыздарды таңдаңдар деп отыр. Оны таңдау үшін таңдаған адамның өзі ер болуы шарт. Өйткені ер қадірін тек қана ер біледі.